بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Құрметті бауырлар, құрметті көрермендер, көптен бері тоқтап қалған Мәбдәл қырағат кітабының 3-ші томын оқуды жалғастырамыз. Бесінші дәріс жекеше сөздер әдеттегідей. Сөздіктен қарайтын болсақ, әд-дәрсіл хамис, бұхар деген булану. Қазылыққа барсаңыздар, Бұхари деп тұрады кафелерде де, асханаларда. Сонда имам Бұхаридің атына жазылған ба деп ойлап қаласыз басында. Жоқ, ол Бұхари деген буға піскен тағамдар деген болады да. Ғаймун деген бұлт, қара бұлт, яғни сахабун емес. Ғаймун, ғойумун, қара бұлт. Сауқун деген жетектеу, жүргізу, қуу дейміз ба? Айдау, қуу, қуалау. Құббатун деген күмбез, такауунуну құралу, қаттыратун деген тамшы, мәджран деген жүретін жері, немесе ағатын жері, жара деген сияқты жүруден шығады ғой, жүгіруден шығады. Жумудун ол мұз қату, барадун деген жағы бұршақ. Енді сөйлемге көшсек, бисмиллахир-рахманир-рахим. Әл-матару хуа бухарул ма الذي يسعد إلى الجو فيصير غيوما وسحبا وتسوقها الرياح بين القبة الزرقاء وسطح الأرض على أبعاد مختلفة. Uzun söylem осындай. Енді басынан бастап отырайық. Жаңбыр деген дейді, ол судың буы дейді. Судың буы. Сондай, әлләди катори, сондай, ясаду, көтерілетін, иләл жауи, ауаға. Жаңбыр деген, ол судың буыды, ауаға көтерілетін. Фаясиру, сосын айналады, болады, становица, айналады, ғюман, қара бұлттарға айналады, ауаға көтеріліп қара бұлттарға айналады да. Васухубан, және де жалпы бұлттарға айналады. Ва тасуқа рияху, тасуқуха, оны айдап жүреді ары бері, оны қуады, айдап жүреді. Рияху, желдер, бәйна арасында, бәйнәл құббәті зарқа, яғни көк, зарқа деген көгілдір күмбезбен жердің бетінің арасында желдер оны айдап жүреді. Яғни бұлт күйінде, немесе қара, және де қара бұлт күйінде. Көк күмбез деген ол аспан, жердің беті деген кәдімгі жер. Аспан мен жердің арасында жел ары бері бұлттарды айдап жүреді дейді. Яғни жаңағыдай не қылып түсіндіріп жатыр әдебиетпен. Аля абадин мухталифа, әртүрлі қашықтықта. Ва индама таблугу хадил ғуюм бу'да милин ау милайни иртифаан, жоғары тарапқа 2 немесе 1 мил алысқа жеткен кезде сол бұлттар, жеткен кезде сол бұлттар қашықтыққа 1 мил немесе 2 мил биікке қарай, иртифаан, жоғары қарай, табраду, қатып қалады. وتنخفض درجة حرارة الهواء. Сол кезде танхафиду, түседі, дәрежесі ауаның ыстығының дәрежесі, яғни ауа райы салқындайды. فلا يستطيع حملها. Сөйтіп барып, жаңағы бұлтта ауа жаңағы қатып қалған нелерді, мұздарды, бұршақтарды ұстап тұра алмайды енді. Сосын фатасқуту хадил ғуюм, сөйтіп жаңағы қара бұлт дейміз ба, немесе жаңағы асадка дейміз ба, соның ішінде сахаб, ғуюм,
сахаб деген бұлт болып тұр, ал ғұйым болса соның арасында қатқан қара бұлт деп аударып қойыпты. Сол қара бұлттар жаңағыдай құлайды. Мұндамман баъдуха илал баъдил ахар, біреуі басқа біреуіне жабысқан күйде құлайды, тасқұты құлайды. Фататакавану минха, сөйтіп жасалады одан, құралады одан. Қатаратул матар, жаңбырдың тамшылары құралады. Ликауниха, себебі болғандықтан, немесе ли деген үшін, кәун деген болғандықтан, ха ол, яғни ол сондай болғандықтан, асқал ауыррақ болғандықтан, минал хауаил курауи, ауадан ауыррақ болғандықтан, сөйтіп түсіп кетеді да, түсіп кетіп, яғни құлайды, яғни жаңағы бұлттардан сөйтіп келе жатып жаңбырдың тамшыларын құрайды. والغيوم في الجو عند سيرها كثيرا ما تصادم رؤوس الجبال فتصب ما فيها من البخار مطرا على رؤوسها وجوانبها. Сол бұлттар ауада жүрген, عند سيرها жүрген кезінде өзінің көбінесе, كثيرا ما деген көбінесе жолғады, تصادم жолғады, бұлттардың жаңағы таулардың төбесіне жолғады, руус деген бастарына, төбелеріне жолғады да, сөйтіп тасуббу құяды, мафиха өзінің ішіндегі минал бухар жаңағы булардың барлығын, өзінің ішіндегі булардың барлығын құяды. Матар жаңағыдай жаңбыр күйінде, аля руусиха, яғни ха жибал бұлттың жаңағы шыңына, жоғарысына құяды жаңбыр күйінде, уа жауанибиха және де жан жақтарына құяды. وقد يحدث المطر أيضا من مصادفة السحب مجاري رياح. кейде قد يحدث, кейде жаңағыдай жаңбыр жасалынады, жаңбыр пайда болады, немесе худус деген пайда болу, жаңадан жаңбыр кейде пайда болуы мүмкін. Айдан кейде пайда болуы мүмкін. Мен мусадафати сухуби бұлттардың кездесуінен, мәжария рияхин жаңағы желдердің жүретін жеріне бұлттардың кездесуінен жаңбыр пайда болуы мүмкін дейді кейде. Даражату хараратиха дуна даражати хараратил ғайм. Ол желдер, яғни желдердің жүретін жері. Ол желдер әлгі бұлттардың ыстығына қарағанда ыстығы төменірек дейді. Төменірек. Яғни бұлттардың жаңағыдай ыстығы немесе салқындығы ыстығы бір деңгейде болса, жаңағы желдердің ыстығы ондай деңгейде емес, басқаша деңгейде. Яғни екеуі екі түрлі температурада болғандықтан, екеуі жолғады да, сондықтан жаңағы жаңбыр пайда болады дейді. Дуна хараратил ғаймис сахиби ва кафиран ма, және де көбінесе, ва кафиран ма тамджуду, көбінесе мұз болып қатады, әл-амтару тәжмудул амтару, жаңбырлар мұз болып қатады, көбінесе инда хидариха, түсіп келе жатқан кезінде. Инхидар деген түсу. Түсіп келе жатқан кезде жаңбырлар тәжмуду, жаңағыда мұз болып қатады, көбінесе не себептен? Бисабаби шиддатил бард, ауа райының салқындығының қаттылығынан, қатты салқын болғандықтан, сол себептен түсіп келе жатқан кезде нелер? Жаңбыр қатып қалады дейді. Фатанзилу, сөйтіп түседі, барадан бұршақ күйінде, немесе әу сәлжан, жаңағы қар күйінде түседі дейді. Құрметті бауырлар, 5-ші дәрісіміз бітті. Баршаңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса жазыңыздар, сұраңыздар. Барлық нелеріңізге жауап берем. Құрметті бауырлар, каналымыздың дамуына атсалсам десеңіздер, көмектесем десеңіздер, әр сабақтың, әр видеоның астына біз карточкамыздың Каспи Голд нөмірлерімізді, реквизиттерімізді қалдырғанбыз. Алла тағала баршамызға көптеп сауапты істерді жасауды нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.